Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Жаңа педагогикалық технологиялар пәніне қош келдіңіздер. Бүгін біз қарастыратын технология деңгейлеп саралап оқыту технологиясы. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясы 1998 жылдан мектептердің барлық сатыларына, барлық пәндеріне еніп, оқу процесін жандандыруға үлес қосқан технология. Жауынбай Қараевтың деңгейлеп саралап оқыту технологиясы жаңаша өзгерген мақсатпен оқушылардың өздігінен танып, іздену әрекеттерін меңгеруді талап етеді. Бұл технологияда бірінші орында оқушы тұрады және өз бетімен білім алудағы белсенділікке аса назар аударылады. Деңгейлеп оқыту бұл оқылатын ақпараттың азаю арқылы емес, оқушыларға қойылатын талаптардың әртүрлігі арқылы жүзеге асырылады. Деңгейлеп оқыту технологияның мақсаты әрбір оқушы өзінің даму деңгейінде оқу материалын меңгергенін қамтамасыз етеді. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясының бірнеше ерекшеліктері бар, соларға тоқталып кетсек. Біріншіден, деңгейлеп оқыту әртүрлі категориялардағы балаларға бірдей зейін аударып, олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Екіншіден, деңгейлеп оқыту әр оқушыға өз мүмкіндіктерін барынша пайдалана отырып, білім алуға жағдай жасап мүмкіндік береді. Үшінші ерекшелігі, деңгейлеп саралап оқыту құрылымында білім меңгерудің 3 деңгейі қарастырылады. Бірінші, ең төменгі, минималдық базалық, бағдарламалық және күрделенген деңгей. Базалық бұл мемлекеттік стандартта анықталған ең төменгі шек, сондықтан бұл деңгейді барлық оқушылар меңгеруі тиіс. Бұл деңгей оқушыға өзінің қызығушылығы мен қабілетін ескере отырып, уақыты мен күшін дұрыс пайдалануға мүмкіндік береді. Деңгейлеп саралап оқыту міндетті 3 деңгейлік талапты және қосымша шығармашылық талапты қамтиды. Оның басты мақсаты сынып оқушыларының арасында қабілетті және қабілетсіз деген жіктеуді болдырмау. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясында бір жағы бұл оқушылардың жетістіктері рейтинг ұпай жинау әдісі арқылы бағаланады. Деңгейлеп оқыту түрлеріне тоқталып кетсек. Бірінші түрі, бірінші деңгейі бұл репродуктивтік үйренушілік деңгей. Бұнда оқушылар жаңа тақырыптан алған білімдерін бекіту, практикада қолдана білуге жаттықтыру өте маңызды. Алгоритмдік деңгейде бірінші деңгейдегі білімді толықтыру, күрделі материалдарды жүйелей алуы, алған білімдерін басқа тапсырмаларды орындағанда пайдалана алуы, сол тақырыпты еркін меңгергені ескеріледі. Эвристикалық деңгейде материалды саналы түрде меңгеру. Бұл деңгейде оқушылардың меңгерген білімдерін тереңдету үшін танымдық ізденіс, әртүрлі логикалық есептерді талдай, жинақтай алатын және салыстыра білуді қажет етеді. Және қосымша шығармашылық деңгей бұл өз бетімен материалдарды меңгеру. Құбылысты өз бетімен талдай келіп, шағын шығармашылық тұрғыдан зерттеу жұмысын жүргізуге баулу. Деңгейлік тапсырмаларды құрастыруға бірнеше талаптар қойылады. Оның ішінде репродуктивтік деңгейге біріншіден жаттап алуға лайықталған тапсырмалар болу керек. Екіншіден, алдыңғы сабақта жаңадан меңгерілген білімнің өзін өзгертпей, қайталап пысықтауына мүмкіндік беруі тиіс. Үшіншіден, тапсырмалар жаңа тақырып үшін типті және өмірмен байланысты болуы керек. Алгоритмдік деңгейде
өтіп кеткен материалдарды реттеуге және жүйелеуге берілген тапсырмалар. Бұлар өзгертілген жағдайлардағы тапсырмалар. Яғни бұрынғы тапсырмаларға ұқсас, бірақ оларды орындау үшін алғашқы алған білімдерін түрлендіріп пайдалану қажет болады. Оқушылардың ойлау қабілетін жетілдіруге берілетін тапсырмалар және де бұл деңгейде ребустар, сөз жұмбақтар берілуі мүмкін. Эвристикалық деңгейде танымдық іздену түріндегі тапсырмаларды орындау барысында оқушылар жаңа тақырып бойынша меңгерген алғашқы қарапайым білімдерін жетілдіріп, тереңдетумен қатар, ол тағы да жаңа білімді меңгеріп, өзі үшін жаңалық ашуы тиіс. Әртүрлі әдіс-тәсілдермен шешілетін тапсырмалар беріледі. Өздігінен мысалдар, тапсырмалар құрастыру және оны өздігінен шешімін табу. Диаграмма, сызбалар салу, жергілікті жағдайда өлшеу жұмыстарын жүргізу, көрнекті құралдар дайындауға берілетін тапсырмалар. Және де шығармашылық деңгейде біріншіден, оқушылар жинаған өмірлік тәжірибесімен белсенді ой еңбегінің нәтижесінде жаңаша, бұған дейін болмаған, белгілі бір дәрежеде олардың жеке басының икемділігін байқататын дүние жасап шығуына негізделген тапсырмалар, олимпиадалық тапсырмалар және берілген тақырыпқа өз бетінше реферат, баяндамалар, ғылыми жобалар дайындау болып табылады. Сіздердің назарларыңызға қазақ тілі пәнінен біздің отбасымыз, фонетика, дауысты дыбыстардың жіктелуі тақырыбына деңгейлік тапсырмалар берілген. Бұл жерде оқушыларға алдын ала мәтін беріледі, содан кейін сол мәтін бойынша келесі деңгейлік тапсырмаларды орындау ұсынылады. Бірінші деңгейде мәтіннен қазақ тіліне тән дауысты дыбыстары бар сөздерді көшіріп жаз. Мәтін бойынша лексикалық тест сұрақтарына жауап бер. Екінші деңгейде мәтін бойынша кестені толтыр. Үлгі бойынша жуан дауысты дыбыстарды жікте. Келесі үшінші бұл эвристикалық деңгейде кестені толтыра отырып отбасың туралы әңгімелеп бер, қосымша айтуға болады. Төртінші деңгей бұл шығармашылық деңгей, отбасынан басталады деген мақалды қалай түсінесің деген тапсырма беріледі. Бұл жерде жазбаша, ауызша балалар жауап бере алады. Деңгейлеп саралап оқыту технологиясынан күтілетін нәтиже. Біріншіден, алдына қойған мақсатына жете алатын оқушыны тәрбиелеу. Әр оқушы өз білім деңгейін, мүмкіндігін, іскерлігін біліп қана қоймай, оны дамытады. Және өз бетімен ізденіс дағдыларын, шығармашылық қабілетті жетілдіретін шығармашылық тұлға тәрбиелеу болып табылады. Сонымен қатар, деңгейлеп саралап оқыту технологиясын бекіту үшін сіздерге Платонов платформасына қосымша тапсырма тіркелді. Бұл тапсырманы сіздер орындап маған өзіме қайта тексеріске жібере аласыздар. Платонов платформасында қосымша тапсырма ретінде сіздерге Вен диаграммасы ұсынылып отыр. Вен диаграммасын орындаған кезде деңгейлеп саралап оқыту технологиясын зерттеген ғалымдар, бірнеше ғалымдар бар. Соның ішінде біз өзіміз жаңа қарастырып шыққан бұл Жауынбай Қараев болып келеді. Және де Гузик деген ғалым, Беспалько, Ектебаевалар деген ғалымдар бұл технологияны зерттеген.
Сіздер бұл жерде Гусев пен Қараевтың теориясын зерттеп, талдап, Вен диаграммасы әдісі арқылы орындауларыңыз керек. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.